Үй жағдайында өте дәмді шашлик дайындаймыз. Ең алдымен тауықтың төсетін алып, осылай видеодағыдай төртбұрышты етіп турап аламыз. Енді тауықтың төсетін маринадтаймыз. Ол үшін соя тұздығын саламыз. Майонез саламыз. Сарымсақ саламыз. Үстіне жуа саламыз, және де сұйық май құямыз. Содан соң меттан салып, үстіне тауыққа арналған кез келген дәмдеуішті салып, араластырып аламыз. Үстіне тұз саламыз. Содан соң паприка салып, жақсылап араластырып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қоямыз, бетін жауып. Алдын ала таяқтарымызды 30 минутқа суға салып қоямыз, себебі күйіп кетпеу үшін. Енді суға салынған таяқтарымыздың үстіне кезектесіп, тауығымыздан, содан соң помидордан, перецтен, негізі кез келген овощтан салуға болады қалауынша. Осылай дізіп шығамыз, кезекпен кезек, видеодағыдай. Енді протеинімізге фольгамызды төсеп, үстіне сеткамызды қойып, шашликтерімізді қойып шығамыз да 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут шамасында пісіреміз. Осымен шашликтеріміз дайын. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.